Akkening jasını jaşosa jomoqtagıday. Көргөндө көзү кишенбей турган эң сонун бактылыгы болсун. 1994-жылы 30 октябрь Алайкы жеркесинде Камкурган айылында Тоғалдамдын үйүндө Амира апабыздын үй бүлөсүндө бүгүн үйлөнүп жаткан Дөөлөт мырза дүйнөгө төрөлөт. Төрөлгөн мырза айдан ай жылдан жыл өтүп, күндөн күн түндөн түн өтүп, бүгүнкү түн, бүгүнкү кече дал ушул Казына тойканасында калың элди жыйнап үйлөнүп экен. Үйлөнүп жаткан Дөөлөт мырза ордунан тик турат экен. Дөөлөт мырза ордунан турат да сүйгөнү Медина жака бурулуп, сени мага берген жаратканга шүгүрлөр болсун. Сен эми менин аялымсың деп Мединанын пешенесине дөп коет экен. Элдин баары кол чаап жиберет экен. Аларча ордуктардан отурат экен. Отуруп жатып Дөөлөт Мединанын подружкасына бир карап коюп отуруп алат экен. Антеңге чыдап алган Мединанын подружкасы ордунан турат экен. Жомокту бузбай ордунан турат экен. Ордунан туруп, Дөөлөткө бурулуп карап туруп, деп мурдун тартып отуруп алат экен. Чыдабай кеткен Дөөлөт кайра ордунан ылдыйга түшөт экен. Дөөлөт ылдыйга түшүп жатканда, элдин баары Дөөлөткө шаңды кол чаап жиберет. Ошол кезде Дөөлөт мырза акырындап апасынын жанына, Данекемдин жанына келип, Данияр агамдын жанына келип, менин үйлөнүп тоюмда башымда туруп, көңүлүмдү буруп, өрнөктүү жол көрсөтпөгениңизге рахмат. Аке, сизди сыйлайм деп кучактап эки беттен өйдү экен. Элди баары кол чаап жиберет. Алаңдыча таманында бейиш болгон апасына тизелеп чөгүп, колун өпкүлөп, апа, өмүрүмдө сага кызмат кардайм деп. Элди баары кол чаап жиберет. Данияр акем чөнтөгүнөн 500 сом акча чыгарып, Дөөлөт, укам, үйлөндүк, эми сага керек болот, мага деп 500 берип коет экен. Элди баары саңды кол чаап жиберет экен. Антип отурса, Дамира апабыз Данияр акемдин кулагына шыбырайт экен. Кулагына шыбырайт экен. Ай, акесе, алдык акча аздык кылат, дагы 500 бериң дейт экен. Дагы 500 алат экен. Элди баары кол чаап жиберет экен. 500'ді кармаган колуна Дөөлөт мырза шамды бир шамдагай басып, Абдусаттар Ажы атабыздын жанына келет экен. Ажы атабыздын жанына келип, ата, кызыңыздын колун сураганда жок деп бергениңизге рахмат. Иштеп келдим, мага 1000 сом деп берип коет экен. Элди баары кол чаап жиберет экен. 1000 сомду берип салат экен. Андан кийин Дөөлөттөн менин да уулум болуп калды. Дөөлөт, кызым менен бактылуу бол деп, бактыгүл апам Дөөлөттүн пешенесине өбүп коет экен. Элди баары кол чаап жиберет. Бактылуу болду. Анткенде акырындан чыгып, Абсанар апабыздын кулагына бактыгүл эне дагы шыбырайт экен. Ай атасы, бала биздин да балабыз, алганын уяп берип кой акчасын дейт экен. Атасы кайры келсин. Элди баары кол чаап жиберет экен. Ансе бактыгүл апам Ажатамдын экинчи кулагына өтөт экен. Экинчи кулагына өтүп, атасы, биздин да балабыз болуп калды, сизден 500 сом берип коеюн дейт экен. Ансе атасы уулуна, эй уулум, бактылуу болсоң болду деп 1000 сом акча чыгарып берет экен. Кол чабалар мен. Акчаны Дөөлөт мырза акырындап тамананын жанына келет экен. Тамаданын жанына келет экен. Тамада чөнтөгүн биртиктеп коет экен. Бирок Дөөлөт негедир тура берет экен. Эл жактан, ой, чөнтөгүнө салып кой деген звуктар пайда болот экен.
Usul dediğin bari kol çarpıyor. Tuğanlar bu tamada kaydan çıktı. Niye bu akçaga göz alaylıda devegiler. Akçaga gözünü uçatkan yeri yok tuğanlar. Biroq akça kerek. Neyse toyga çakırgan, Erlan Baykagana meni jana jezden çakırgan. Ana men aytdim lan. Sen siyaktı ağanın suranıcı men üçün buyruk menen barabar dedim. Suran üçün buyrukta kabul aldım. Ana aytdim Meke, ol kayningdin toyuna beker barmayım. Gerek olsa akça menen baram dedim. Mana akça, alp keldim. Bir olsa yapmazlar, baktı olsa, öyle yapmazlar. Sağ bir olsa yapmazlar. Şu rahmat. Hormatli Medina operasyonimiz. Sağ bir olsa yapmayın. Zihniyizde, Medina'nın canına güzel falan çırpamaz. Sağ bir olsa yapmazlar, 2 yaş için. Sarısı etkinin bari tamaqsa. Var ekan da jo'q ekan. Jo'q bo'lsa da Xudoga shukr bor ekan. Qizilsengirda krasavchi yigiti To'lqinbek Mirza o'zini jar izlab jo'nab ekan. O'sha vaqtda olis ketmay o'zimizning Qizilsengir jergasidan Dinara degan qizni ko'zga iladigan. O'sha vaqtda 2 yosh bir-birini izlashib, yuraklari iltirashib, mana bugun o'ylari bir yerdan chiqib, yuraklari turib, egizlashib. 2 yosh birgalikda suylashib, bosh qo'shuvni chechishadi ekan. 2 yosh bosh qo'shib Seyitbek to'yxonasida to'y o'tkazgan. O'sha vaqtda tun kiradi ekan. Gün gurkuraydi ekan. To'g'ri aymoqlarda jamg'ir qattiq javob jiratgan. Jamg'ir jag'anda Dinara qizimizning do'sti o'rnidan irg'ib turadi ekan. Aljaq buljaq qaraydi ekan. Men nega turib oldim deb bari o'tirib olgan. O'sha vaqtda To'lqinbek Mirza o'rnidan turadi ekan. Hurmatli tuğanlarım, meymanlarım, benim yakın sanalaşlarım, dostlarım, yaxşı oturasızlar mı? Men sizlerge ayağımday razımın deb bir tazim etip aytgan tuğanlarına. Men sizlerge oşunçalık razımın, bugünkü toydu yaxşı ötkörüp jatasızlar deb 10 kolun kötörüp kol bulgalap aytgan. Benim bu kol bulgalağım, boylokçuluk menen koştoştum tuğanlar deydik. O'sha vaqtda To'lqinbek Mirza o'zining qiri meneni Dinarani qarasa, Dinara da uyalganidan o'rnidan turadi ekan. Dinara o'rnidan tursa, To'lqinbek Mirza Dinaraning boshidan qarmab, Dinaraning boshidan qarmab, "Canım, men seni baxtli qilam. Eng baxtli ene qilam. Canım, Tomskiy ko'rsataymi?" deydi ekan. Ana To'lqinbek Mirza Dinaraning peshenesidan o'pib qo'yadi ekan. Daha bir jol o'pib qo'yadi ekan. Yarım saat o'ylaydi ekan. Tomosha. O'sha vaqtda To'lqinbek Mirza ildiy qarab bosib kelsa, Dinara qizi o'zi o'ltirib qoladi ekan o'rnida. Piyola kelayotganda shunchalik jamg'ir o'xshash chaydigan chaq. To'lqinbek Mirza o'tirib bosib keladi ekan. To'lqinbek Mirza bosib kelib do'stlar jaqqa qarasa, do'stlar jaqdan uyn chiqqan jamg'ir chaydigan ayoy shunchalik. Anam To'lqinbek Mirza nima qilarini bilmay, opasi qancha yemejini izlaydi ekan. Qancha yemeje aqirib bosib keladi ekan o'rtalikqa. Kelingiz, qancha yemeje? Qancha yemeje eko ko'zmen suylashib o'tganda, "Apa, meni o'sha darajaga jetkirdingiz, to'radingiz, aq beshga bo'ladingiz, aq sutingizni berib emizdingiz. Men sizga shunchalik roziman" deb opasini quchoqlab qo'yadi ekan. Bu tuğanlar praktika tizimde daha bayqab ko'rmaysizlar. Yosh bola eng birinchi tili chiqqanda "apa" degan so'zni aytadi. Quchoqlashib To'lqinbek Mirza ko'zida yosh olib mikrofon ishlatib qo'ydi.
Ендеше, бүгін мен үйленіп жатам. Бізді сыйлау үшінше ел келді апа. Мен сіздерге үшіншалық разымын. Болды апа, үйлеуам, мені қой берің. Апа, мен тұрмышқа шықпайтам ғой, үйлеуамыз деді. Ошол уақыттан ар жақта тұрған Азизбек ағамыздағын орталыққа келеді екен. О, Толқынбек мырза, сен үйленіп отырасың ба? Қарағыласы, мен өзімдің ұлымды өзімді тартқанды құшақтап бетінен үйе қойды екен. Ой, красавчик, өзіме ұқсас болып тұр, деп ар жаққа барып келеткен. Айдемен Толқынбек мырза ақырын орталыққа басып келеткен. Толқынбек мырза ақырын орталыққа басып келсе, қызымыз Динараның жеңелерінен екі жеңесі жүгіріп шығады екен. Жақын жеңелерінен екі орталыққа жүгіріп шығады екен. Ана сен бұл жақта Толқынбек мырзаның бір жеңесі дағы жүгіріп шығады екен. Мен Толқынның жеңесі мен екен. Динараның жеңелері келесі. Екі жеңе келіп, үй olan екі тарауынан қарап, Толқынбек мырза емне қыларын білбей тұрса, жеңелері екі бетінен өйіп қойды екен. Апасынан бөлек ешкім өбелек жігітті жеңелері өткен. Жеңелері Толқынбек мырза ұялғаннан жеңелерін джентльмен сияқты қолдарынан өйіп өткен. Ошол уақытта жаңбыр оқшош жауып, жеңелері ұялғанынан о бізде Толқынбек өтті деп сүйінгеннен басқаша чувствоға келіп кетіп, жеңелері жүгіріп барып 1000 сомнан алып келіп Толқынбекке беріп өткен. Жеңелері қап-қаптан жүгіреді екен. Жаңбыр оқшош жауып тұрады екен. Чақ, қырылса келді жаңбыр жағына білесіздер, чөптер өсіп кетеді. Келдіңіз Динараның жеңесі бірінші келіп қаласын деп, Толқынбек мырзаның жеңесі шашылып бір кашолығын ашса, жалған 5000 теңге лучше 1000 сом алып барайын деп жүгіріп келіп бармады екен. Алемен Динараның жеңесі бір кашолығын ашса, жалған доллар лучше мен дағы сом алып барайын деп одарға баштайды екен. Ағачайын Толқынбек мырзаның жеңесі тұрып тұрады екен, кетпейді екен. Жеңебіз жүгіріп келеді екен жеңе. Қызымыздың жеңесі келе атқанда Динараның туылғандары жаңбыр жауып өреді екен. Мың сом беріп Толқынбек мырзаға жеңелер ақырын ұшпай кетіп қалады екен. Ошол уақытта Толқынбек мырза Динараны қарап, емне қыларын білбей, бүгінгі тойда қызмат қылып жүрген, мен бұл ақшаны тамадаға өрем деп беріп өткен. Жоқ, Толқын, сен үйретасың. Мен албайым деп тамада ұялады екен. Ол ғой Толқынбек мырза түсінады екен. Той сен қызмат қылтасың деп. Жоқ, Толқынбек мырза, сен үйлен одасың. Албайым десен Толқынбек ұялғаннан, бұл тамада, значит, қолына албайды, бұны чөтөйіне салып қойшы керек екен дейді. Ошол уақытта жаңбыр аябай қатты жайды екен. Ең соңы Толқынбек мырза келсің. Бүгін туылғандар Азизбек ағамыздың тойына келген меймандар 1000 сомдан бастап 20 000 50 000-ге чейин қосымша қосып жатыр. Мен дағын ойландым. Толқынбек емне солсы дағын бір жерде чоғы чоңойғанбыз. Өзім сыйлаған ағаларым. Мен дағы бүгінгі тойға жөн келмейін дедім. Конверті жоқ болса дағын 2000 сом қосымшам менен келдім туылғандар. Толқынбек. Ошол уақытта Динара келін өз ордынан ақырын тұрып басып келеді екен. Динара келін өз келе жатқанда жаңбыр жауып, гүл күркіреп. Толқынбек мырзаға Динара